Сәлем достар, бүгінгі айтылатын фильм «Робинзон на Луне». Ким есімді жігіт компанияда менеджер болып жұмыс істейді. Компаниясы банкрот болып, ақшасыз қалып, қызымен ажырасып өмірден шаршап жүреді. Сол кезде банктен хабарласып, 200 мың доллар несиесі бар екенін айтады. Хабарды ести сала, маған өзіме қол жұмсауға сенімділігімді арттырғандарына рахмет, деп көпірден секіріп кетеді. Достар, фильмді бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк және қоңырауды баса кетейік. Бірақ жігіт көпірден секіргенмен қайта су ағысымен жағалауға келеді. Телефонына су кіріп өшіп қалған. Осы жолда жолым болмады деп, алыс шалғайда орналасқан биік үйден секіремін деп жүре бастайды. Қай жаққа қарай бет алып жүрсе де, суға тап болады. Сөйтсе жігіт көпір астында тұрған кішігірім аралға тап болыпты. Жігіт құмға help деп жазып, телефонын кептіріп қосып, жедел көмекке хабарласады. Олар бұл сөзін қалжың деп түсініп, өшіре салады. Тағы бұрынғы қызына қоңырау шалып, дөрекі сөздер естіп қалады. Сол кезде телефоны өшіп, барлық үміт үзіледі. Ендігі кезегі өзі жүзіп, жетемін деген ой. Тек қанша тырысқанмен, жүзуді білмегеннен орнынан қозғала алмайды. Ойланып жүріп, тағы өз-өзіне қол жұмсаймын деп галстугін шешіп, ағашқа байла басылады. Аяқ астынан іші бұрап, ауырып кетіп, галстугін шешіп, ағаштың ішіне үлкен дәретке жүгіреді. Содан қарны ашып, өзеннен лай су ішіп, жағалаудағы саңырауқұлақты жеп ұнатып қалады. Ендігі кезек от жағуда. Ағаштарды жинап, үйкелей бастайды. Қанша ағашты бір-біріне үйкелесе де, қолынан түк шықпайды. Отыра қалып, ашуын басу үшін темекісін алып, сіріңкесімен тұтатып шегеді. Күн ұясына батып, оны ішіп ыса бастайды. Жағалауға барып, бұтын шешіп, қала жаққа қарап, белін айландырып ана жерін көрсетеді. Далада ұйықтап таң attырады. Айналада жиналған қоқыстарды теріп жүріп, үлкен үйрек тәрізді үйшікті тауып алады. Оны ағаштың астына апарып, астына шөп төсеп, өзіне бөлме жасап алады. Осы өмір өзіме бұйырған екен, деп осы жерде өмір сүруге бел буады. Жағалауда help жазуын өшіріп, hello деп өзгертіп қойып, балық аулауды үйренеді. Балық аулап, құстарды ұстап, осы өмір қатты ұнап, демалып жатады. Ендігі кезекте осы фильмдегі екінші кейіпкермен танысайық. Бұл қыз бала. Есімі жігітке ұқсас Ким екен. Қыз сүйкімді болғанмен, бетінің шетін от шалып кеткен екен. Соңғы рет далаға 3 жыл бұрын шыққан. Интернет арқылы достар тауып, интернет арқылы жұмыс істейді. Үйінің барлығы қоқысқа толы, шкафта ұйықтайды. Бөлмесіне ішінен үлкен замок салып, мамасымен тек SMS арқылы сөйлеседі. Түн кезінде өзінің сүйікті хоббиі аспандағы айды суретке түсірумен айналысады. Тек айына бір рет қала бойынша әскери дайындық болып, барлық тұрғындар үйлеріне кіріп кеткен кезде, күндіз терезесін ашып, қаланы бейнеге түсіреді. Сол уақытта айналасын суретке түсіріп тұрып, аралдағы жігіттің hello деген жазуын және галстукке асылып тұрған кезін көріп қояды. Содан қорқып, шкафына кіріп кетеді. Түнімен ұйықтай алмайды. Енді аспандағы айды суретке түсіргенше, жігітті сыртан бақылап, түсіре бастайды. Интернет арқылы достармен сөйлесуді де доғарады. Осы сәтте қайта жігітке келсек, аралды күнде аралап жүріп, тамақ іздейді. Сол кезде тез пісіруге арналған лапшаның қапшығын тауып алады. Ішінде бір пакетик дәмдеуші бар екен. Түнде осы лапшаны қалай жеп жатқанын түсіне кіреді. Ояна салып, осы ісін жүзеге асыруға тырысады. Аралда өсіп тұрған шөптердің дәнін жинап, үгітіп, ұн жасағысы келеді. Жасаған ұнтағы ұн емес, топырақ сияқты шығады. Дәнді қайдан табамын деп жүргенде, алдында құстардың тезегін көреді. Құстар жем жеп, артынан тұқым қорытылмай түседі, деп жинай бастайды. Құстың қалдықтарын жинап, жерді қазып, кішігірім егіс еккенге бақша жасап алады. Осы іс-әрекетін Ким есімді қыз өзінің фотоальбомына бейнеге түсіріп, жинай бастайды. Сол кезде қолынан лапшаның қапшығы түспейтінін көреді. Қызға жақсы ой келіп, интернет арқылы вино, ойыншық робот сатып алады. Картаға жүретін жолын сызып, басына мотокаска киіп алып, үйіне көп жылдан бері шықпаған, сыртқа бірінші рет аяқ басады. Робот ойыншық арқылы үй күзетшісін алдап, артынан қашып шығады. Арал қасындағы көпірге келіп, аралға қарай бутылкаға хат салып, лақтырып жібереді. Таң атысымен қыз, жігіт хатымды алып оқып шықты ма, деген оймен терезеге жүгіріп барады. Бірақ аралдағы құмнан ешқандай жазу көрмейді. Арада 3 ай өтеді. Жігіт балықты тез аулау және ағашқа өрмелеп жұмыртқаларды алуды, тамақты судан шыққан тұздармен тұздауды үйренді. Бақшасында еккен егіннен енді түйін береді. Айналасынан қоқыс теріп жүріп, ағаштың басынан 3 ай бұрын лақтырған бутылканы тауып алады. Ішінде сәлем деген сөзді оқиды.
Бұл өз орнына барып, мен сыртынан біреу аңдып жүр, ұятсыз адам шығар, деп бұтына шалбарын киіп алады да, құмға қалың қалай, деп жазып қояды. Сонан кейін сол түні тағы бір робот жүреді. Тағы бір бутылка көпірден лақтырылады. Қайтар кезінде қыз үйіне тез қайтпай, айналасындағы өсіп тұрған әсем гүлдерді тамашалайды. Хатында Робинзонның қалың қалай деген жазу бар екен. Солай екеуі хат алмасады. Жігіттің еккен жемісі өсіп келеді. Қыз сол кезде қандай сыйлық жасасам болады деп көп ойланып, аралға әртүрлі лапшаны доставка арқылы жібереді. Курьер әрең кішкентай қайықпен жүзіп барып, жігітті тауып алады. Жеткізген тағамдарын жайып, жігітке ұсынады. Бірақ ойланып тұрып, тағамнан бас тартып, қайта қайтарып жібереді. Курьер жылап, ашуланып, қайта кішкентай қайығымен қызға барып, тамақтарын жеткізіп береді. Қыз алған тамақтарды көп қарап тұрып, өзі 3 жыл жемеген тағамды жеп алады да, өзінің анасына көптен күткізген түрін көрсетеді. Сол түні күзетшіде 3-ші робот пайда болады. Ал жігітте тағы бір хат. Хаттың ішінде мені кешір деп жазылған екен. Екеуі қуанышқа көңілі толы. Жігіт құмға әртүрлі суреттер салып, қыздың көңілін көтере бастайды. Ендігі кезек еккен егісінің жемісін алатын уақыт келді. Өскен жүгерін алып үгітіп, нан етіп жайып, жіңішкелетіп кесіп, суға қайнатып пісіріп алады. Көптен сақтап жүрген дәмдеуішін қосып, көзінен жас ағып, тағамын жей бастайды. Оны бақылап тұрған қыз көптен күткен мәреге жетуімен деп көңілі толғанып кетеді. Енді қыз шкафта ұйықтай алмай қояды. Сыртқа шығып, төсегін салып, жайғасып ұйықтайды. Келесі күні жігіт жеңіске жетуімен деген бөтелкені табады. Жігіт осы көптен сөйлесіп жүрген досым кім? Деп, кешір, сен кімсің? Деп құмға жазады. Бұны оқыған қыз интернеттен басқа қыздардың фотосын алып, бөтелкеге салып лақтырмақшы болады. Сол кезде ұялып, шамасы жетпей, осы ісінен бас тартады. Жігіт күні бойы бөтелке іздеп таппай, неге жібермедің суретіңді деп жазу жазады. Бұны оқыған қыз өзінің бетіндегі жарасынан жасқанып, терезесін жауып, қайта компьютеріне отыра қалады. Интернеттегі достары да бұның суреттері фейк екенін біліп, өшіріп тастаған екен. Келесі күні аралға су тасып, жел соғып, күн күркіреп барлығын қопарып тастайды. Қыз осы нөсерлі жаңбырлы ауа райынан кейін жігітті бақылайды. Жігіттің аралында тұрғызған барлық заттарын жел үрлеп алып кеткен. Ашуға салынып, жігіт қызға арнап құмға дөрекі сөз жазып қояды. Қызы оқып жылайды. Сол сәтте жігіттің қасына аяқ асты 2 жігіт тап бола қалады. Олар желден кейін аралды қоқыстан тазалауға келген адамдар екен. Жігіт қаша жөнеледі. Екеуі артынан қуа кетеді. Қашып бара жатып, алдынан тағы бір топ тазалаушыларды көріп, соларға ұсталып қалады. Жігіт осы жерде мені қалдырыңдар деп өтінеді. Бірақ бұл жергілікті басқармамен қорғалатын қорық, адамдарға кіруге болмайды деп қайыққа отырғызады. Осы сәтте барлығын бақылап тұрған қыз, бұл жігітті соңғы рет көріп тұрмын, бұдан кейін оны жоғалтып аламын, таба алмаймын деп, далаға жатар киіммен асыға жүгіріп шығады. Жігітті қалаға жеткізіп тастайды. Енді бұл аралда түк шықпады, биік үйге шығып секіремін деген жоспарына көшіп, автобусқа отырады. Оны байқап қалған қыз артынан тоқтамай бірнеше шақырым жүгіреді, бірақ қуып жете алмайды. Сол сәтте аяқ асты әскери дайын басталып кетеді. Барлық машиналар жолдың шетіне шығып тоқтайды. Қыз қуанып, осы сәтті пайдаланып автобусқа жетіп, ішіне баса көктеп кіреді. Жігітті байқап, қасына барып, есімім Ким, бұл мен, деп бірін-біріне күлімсіреп қарап тұрады. Осымен кино мәресіне жетті.